Каналға қош келдіңіздер. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазіргі кезең ғаламдық демалыс кезеңі. Қазір адамзат ерекше бір ғаламдық демалыс кезеңін өтеуде. Алдағы 5-7 күн ішінде адам баласы терең тынығу мен ой тазалығына бет бұрады. Бұл кезеңде санадағы жүктемелер азайып, ми өткеннің ауыртпалықтарын уақытша артта қалдырып, өзін тазалау режиміне көшеді. Соңғы жылдары көптеген адамдардың жадында оқиғалар аз сақталатын болды. Кейбір тіпті адам өткенде есіне түсіре алмай қалады. Бұл құбылыс жасқа да кәріге де қарамай жүріп жатыр. Рух пен ғаламдық күштердің түсіндіруі. Рухани деңгейде бұл бұлай түсіндіріледі. Кімдердің есінде оқиғалар сақталмай қалуда? Өмірде қатты күйзеліс, зорлық-зомбылық, өлім сынды ауыр тәжірибелерді бастан кешкен жандар. Ондай адамдардың рухы олардың жадын әдетте өшіреді. Бұл өзіндік қозғалыс механизмі адамның миын артық ауыртпау, сананы жарақаттан сақтау үшін жады тек 1 апта, кейде 10 күн көлеміндегі ақпаратты ғана сақтап қалғанын өшіреді. Адам миы күрделі жүйе, компьютер секілді. Егер оған ауыр, шоктық оқиғалар артық жүктелсе, ол сынып адамды психологиялық күйзеліске, тіпті өлімге дейін апаруы мүмкін. Сол үшін рух сана мен тәннің арасындағы дәнекер миға түскен ауыр оқиғаларды өз деңгейінде өңдеп, қажетсізін өшіріп отырады. Біз адамзат тарихында бұрын соңды болмаған кезең өмір сүріп жатырмыз. Бұл жай ғана әлеуметтік немесе технологиялық өрістер дәуірі емес, бұл ғаламдық сана жаңғыруының, рухани қайта туудың кезеңі. Көптеген адамдардың есінде өткен өмірінің сәттері қалмай бара жатқаны, уақыт пен кеңістік сезімінің бұзылуы. Жай ғана биологиялық немесе психологиялық құбылыс емес, бұл рухтың араласуының айқын көрінісі. Рух бұл адамның мәңгілік жадысы, ал адамның күнделікті жадысы уақытша құрал, алмалы-салмалы қатқыл диск секілді. Егер бұл диск шектен тыс ауыр энергияға толып кетсе, сана күйреп, адам өздігінен айырылады. Осындай сәтте рух іске кіріседі. Ол ауыр естеліктерді, қасіретті суреттерді өшіріп, тек санаға жеңіл қажет фрагменттерін ғана қалдырады. Мысалы, сіз бала күніңіздегі белгілі бір оқиғаны есіңізге түсіре алмайсыз, бірақ сол кезде сүрінген қорқыныш, мұң немесе үрей сіздің мінез құлқыңызды, тіпті дене тіліңізді де көрініс береді. Бұл рухтың ол оқиғаны санадан алып, тек терең деңгейде сақтау арқылы сізді қорғауы. Жаңа жиілікке сәйкес келмейтін ескі естеліктер, ауыр энергиялар, кармалық ізі бар оқиғалар адам санасынан өшіріліп жатыр. Бұл жаңа ақ парақтан бастау үшін жасалатын ғаламдық дайындық. Мысалы, сіздің есіңізде көп нәрсе қалмай, бірақ ішкі тыныштық пен беймәлім үміт сезімі пайда болса, бұл сол процестің белгісі. Рухани тұрғыда бұл сіздің ішкі жүйеңіздің жаңа жарық пен үндесуіне дайындалуы. Бұрын біз дүниені тек 5 сезім арқылы қабылдап келдік. Көру, есту, иіс сезу, дәм сезу және сезіну. Бірақ бұл шектеулі сезімдер кеңістігі енді кеңеюде. Адамдарда интуиция, түс арқылы ақпарат алу, түйсік пен шешім қабылдау, энергияны сезу қабілеттері оянып жатыр. Бұрын бұл экстрасенс қабілетті адамдар деп жеке дара сипатталған. Қазір бұл қабілеттер жалпы адамзаттық нормаға айналуда. Құпия түрде жүріп жатқан рух жөндеу жұмыстары бар. Қазіргі уақыттағы оқиғалар адам рухының жоғарғы кеңесімен жоспарланған, яғни әрбір адамның жаны қазіргі кезеңде белгілі бір жан тазарту бағдарламасынан өтіп жатыр. Бұл процесс сіздің санаңыз бен клеткаларыңызда жоғары рух арқылы жүзеге асуда. Архаикалық кармалық
кодтардан бөліну, инкарнациялық хроникалардан трансформациялық декодтану, жоғары сана сатысына өту алдындағы кванттық дайындық ретінде жүзеге асуда. Мысалы, кейбір адамдар қазір еш себепсіз жылай береді, немесе ерекше жалғыздық сезімін бастан кешуде. Бұл жоғары рухани тербелістің әсері. Рух ескі программаларды тазалап, сізді жаңа өмір кезеңіне дайындап жатыр. Рухтардың көлеңкелі жазбаларды өшіруі. Рух қазір ішкі жүйедегі астралдық архивтерден түгендеу жүргізіп, бұрынғы өмірлерден жиналған теріс хроно информацияны эфирлік архивтерден өшіруде. Бұл эгрегорлық бағдарламалардың энергетикалық күйреуінің және саналық резонанстың жоғары жиілікке қайта калибрленуінің нәтижесі. Сіз бұл процесті түсініксіз мұң, ішкі бос кеңістік немесе шақырылмаған түсініксіз жалғыздық ретінде сезінуіңіз мүмкін. Алайда бұл сіздің рухыңыздың эволюциялық порталды ашып, көне шаблондардан басталуымен тікелей байланысты. Бұл кезең жай ғана психологиялық өтпелі сәт емес, бұл адамзаттың географиялық сана өрісінде жаңа инкарнациялық алгоритмге көшетін сәті. Сіз енді бұрынғы шаблондардан емес, мета жан деңгейінде қайта кодталған жаңа болмысыңызбен өмір сүретін боласыз. Санадағы шымылдық ашылып жатыр. Адамзат жаппай ұйқыдан оянып, өз ішкі кеңістігін қайта тану жолына түсті. Бұл ауыр, кейде түсініксіз, бірақ аса қажетті процесс. Адамның өзі бұл өзгерістерді әрқалай сезінеді. Біреу ұмытады, біреу жалғыз қалады, біреу түстер арқылы жаңалық көреді. Бірақ барлығы рухтың араласуымен жүріп жатқан ғаламдық сана эволюциясының бөлігі.